Ал оқушылар, біз бүгін Ыбырай Алтынсариннің мерейтойына орай Ыбырай Алтынсариннің таза бұлақ әңгімесін дауыстап оқитын боламыз. Ендеше оқушылар, ең бірінші дауыстап оқымас бұрын біз Ыбырай Алтынсарин туралы білетінімізді қысқаша ғана айтып өтейік. Кәнекей, Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы. Ол жазушы, ақын. Ыбырай Алтынсариннің қандай шығармаларымен біз таныспыз? Баланың айласы. Кел балалар оқылық. Әке мен бала. Малды пайдаға жарату. Жақсы, тамаша. Ал ендеше балалар таза бұлақ әңгімесін дауыстап, тізбектеп оқитын боламыз. Жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шыққан, айналасы қалың біткен ағаш жапырақтары бұлақтың үстіне төгіліп, суы мұздай, салқын, шыныдай жылтылдап тұрған сонша әдемі таза бұлақ екен. Суаған жеріне бір қазандай тасты біреу ойып, қорғаныш қылып, тастың суағар жеріне жазыпты. Әй, жолаушы болсаң, осы бұлақтай бол. Өте жақсы оқыдыңыз балалар, ендеше әңгімені талдайық. Кәнекей, бірінші жолаушы не деп айтты? Бірінші жолаушы пікірі қандай екен? Кім айтады кәнекей? Ғани. Бірінші жолаушы бұлақ күні-түні бойы тынып, тазаланып, басқа да бұлақтарға қосылып, өзен болып, одан да үлкейе береді. Мұнан біраз сол тоқтамай еңбек етіп, өзіңнің мақсатыңа жетесің. Жақсы, өте жақсы. Ал екінші жолаушы қандай пікір айтты? Қандай ой айтты? Кім айтады екінші жолаушыны? Кәусар? Екінші жолаушы бұлай айтады. Бұл бұлақ кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатады, рахаттандырады, сусынын қандырады. Мұнан мұрат су, бұл бұлақ секілді сен де адамға жақсылық жасағанды міндет етпе деп айтады. Ал үшінші жолаушы қандай ой айтады? Кәнекей, кім айтады үшінші жолаушыны? Ескендір. Бұл бұлақ күні-түні бойы тынбай ағып тұрады. Осы сөздің мағынасын